7 сынып физика 3-90-ға арналған ТЖБ. Суретте бөлушілердің массасы мен көлемдері бірдей. Үстел үстіне бөлушілер қай жағдайда ең аз қысым түсіреді дейді. Бізде нақты қысымның формуласын еске түсірейік ол үшін. Қысым деп отқанымыз ол күштің ауданға қатынасы. Мына жерді қарасақ, бәрінде аудан бірдей болып тұр. Бәрінде аудан бірдей. Значит, аудандар бірдей, ал бізде енді F деп отқанымыз ол масса көбейтілген G. Ауырлық күшіне тең болады біздің жағдайда. Мынада 4 бөлуші еді, қарасаңыздар, мынада да 4-еу, мынада бірақ 3-еу. Значит, мынаның массасы аз болса, оның ауырлық күші де аз болады. Ауырлық күші аз деген сөз, оның қысымы да аз болады деген сөз. Екеуі бір-біріне тура пропорционал. Значит, біздің жағдайда үшінші жағдай болады, үшінші сурет. Келесі. Қатынас ыдысың бірінші бағанына су, екінші бағанына бензин құйылған, үшінші бағанына құйылатын мұнай қай деңгейде болады? Бұл жерде жауап бізде міне белгілеп қойғам. Жауап мына Б деңгейінде болады. Жауабы В варианты. Егер сізге физикадан БЖБ, ТЖБ көмек керек болса, осы номерге жазсаңыз болады WhatsApp-қа. Келесі. Сынапта барометр атмосфералық қысымды шахтада және тау басында өлшейді. Енді айтады бізде, барометр тау басында, себебі атмосфералық қысым қалыпты қысымнан төмен. Міне, мына барометр бізде қазір таудың басында. Келесі. Ыдыстағы су бағанының биіктігі 0,5 метр. Судың ыдыс түбіне түсіретін қысымы, судың тығыздығы 1000 кг бөлінген метр куб. Бізде қысым сұйықтарда, ол бізде ρGH формасы бойынша анықталады. Біздегі ρ сұйықтығы ол суға тең 1000-ға тең болады, G деп отқанымыз ол 10-ға тең, H деп отқанымыз 0,5-ке тең болады. Бұл деген сөз бізде 5000 паскаль болады. Жауабы бізде мынау В варианты болады. Келесі. Суретте гидравликалық машина берілген. Гидравликалық машинаның үлкен поршеніне әсер ететін күшті анықтаңыз дейді. Енді бізде міне F1, S1, F2, S2. Бізде именно осы F2-ні табу керек қой. Бұл жерде мынадай формула бар. F1 бөлінген S1 тең болады F2 бөлінген S2-ге. Гидравликалық машиналардың формуласы. Енді осы жерден біз F2-ні табуымыз керек. Біздегі F2 деп отқанымыз ол F1 көбейтілген S2 бөлінген S1 болады. Енді біздегі F1 деп отқанымыз 500 көбейтілген S2 деп отқанымыз 1440, ал S1 деп отқанымыз ол бізде 1,2. Енді осыны есептейміз. 600 000 болады екен. 600 000 ньютон. Немесе біз бұны 600 килоньютон деп алсақ болады. Келесі. Суретте гидравликалық машина берілген. Бұл машина күштен қандай ұтыс береді? Енді қараңыздар, жаңа біз F2-ні таптық қоя. Дәл жаңағы есептің жалғасы. Ол бізде 600 000 ньютон болды. Ал біздегі F1 деп отқанымыз ол 500 ньютон. Енді қанша есе ұтыс береді, соны табуымыз керек. N деп қоя, ол ұтысты. Ол бізде F2 бөлінген F1 болады. Бұл деген сөз F2 600 000, оны бөлемін мен 500-ге. Енді есептеймін. 1200 болады. Значит, бұл деген сөз 1200 есе ұтыс береді деген сөз. Келесі. Суретте гидравликалық машина берілген. Гидравликалық машинаның көмегімен көтеруге болатын дененің массасы. Енді қараңыздар, жаңа бізде F2, яғни F2 жоғары қарай көтеріліп жатыр ғой. Ол бізде 600 000 ньютон болды. Енді қараңыздар, бізде осы F2 деп отқанымыз ол M2 көбейтілген G болады ғой, ауырлық күші. Яғни осы жерден біз массаны табу керек қой, көтере алатын жүктің массасы. Ол деген сөз бізде F2 бөлінген G болады. Біздегі F2 деп отқанымыз ол 600 000, оны бөлемін G 10-ға. Бұл деген сөз бізде 60 000 деген сөз. 60 000 килограмм. Немесе біз бұны 60 тонна деп алуымызға болады. Келесі. А ыдыстағы сұйық түрі. Суретте дене және 3 түрлі сұйық құйылған ыдыстар берілген. 3 түрлі сұйық әрқайсында. А ыдыстағы сұйықтың түрін табу керек бізге. Ол үшін не істейміз? Ол үшін біз Архимед күшін қолданамыз. Ең бірінші біз Архимедтің күшін тауып алайық. Ол бізде 4,5 ньютон деп атқанымыз дененің ауадағы салмағы. Ал
мына жерде 0,5 ньютон деп отқанымыз дененің мынау бізде судағы салмағы. Енді қараңыздар, Архимед күші дәл осы ауадағы салмағынан П судағы салмағын азайтқанға тең болады. Яғни 4/5-тен 0,5 азайтсақ, ол бізде 4 ньютон болады. Енді бізде Архимед күшінің формуласы бойынша ρ сұйықтық, G V дене болады. Енді қараңыздар, бізде осы жерден ρ сұйықтық табатын болсақ, ол F Архимед бөлінген G V дене болады. Біздегі Архимед күшіміз ол 4 ньютон болды, G деп отқанымыз 10 болды, ал дененің көлемі қандай? Мына жерде сұйықтың көлемі 200, ал мына жерде 700 болып кетті. Енді Архимед заңы бойынша дене сұйыққа батқан кезде өзінің көлемінде сұйықты ығыстырып шығарады. Яғни 200 болып тұрды, 700 болып кетті. Яғни 500 мм сұйықты ығыстырып шығарды. Значит, бұл жерде дененің көлемі 500 мл деген сөз. Миллилитр. Бұл деген сөз бізде 500 көбейту 10-6 дәрежесі метр куб деген сөз. Значит, мына жерге мен 500 көбейту 10-6 деп жазам. Енді осыны есептеймін. 8 көбейтілген 10-4 дәрежесі көбейту 10-6 дәрежесі болады. Бұны есептейтін болсақ, бізде 800 килограмм бөлінген метр куб болады. Бұл бізде 800 килограмм бөлінген метр куб, ол керосин. Енді А ыдыстағы сұйыққа дене үшін жүзудің қандай шарттар орындалады? Бұл жерде бізде дене сұйыққа батады деген шарт дұрыс болады. Кеттік келесі. Б ыдыстағы сұйыққа дене жүзеді, осы ыдыстағы сұйық түрі дене жүзеді деп тұр. Енді осы ыдыстағы сұйықтың былайша айтқанда бірінші тығыздығын табуымыз керек. Бізде жалпы жаңа айттық, Архимед күші ол ρ сұйықтық, G V дене. Енді осы жерден қайттан сол ρ сұйық табуымыз керек. Ол үшін біз F Архимед G V дене формуласын қолданамыз. Енді бізде қараңыздар, бұл жерде Б ыдыста сұйық жүзіп жүр. Сұйық жүзген кезде бізде Архимед күші мен ауырлық күші, яғни салмағы дененің тең болу керек, ауадағы салмағы. Енді сонда бізде нерде Архимед күшінің орнына мен оның ауадағы салмағын жазуыма болады. 4/5 ньютон деп G деп отқанымыз ол 10-ға тең болады, ал дененің көлемі жаңа айттық 500 мл. Ол деген сөз 500 көбейту 10-6 дәрежесі метр куб болады деген сөз. Бұл жерден біз есептейтін болсақ 900 шығады. 900 килограмм бөлінген метр куб. Бұл бізде 900 килограмм бөлінген метр куб деген ол машинаның майы. Машина майы деп жазып қоюға болады. Кеттік келесі. В ыдыстағы сұйыққа дененің 0,9 В бөлігі батқан. В ыдыстағы сұйықтың түрі. Енді біз жалпы ρ сұйықтың тығыздығын бұл жерде қандай формула арқылы табамыз? Бұл жердегі сұйықтың тығыздығы біз ρ дене көбейтілген В, яғни дененің толық көлемі, ал мына жерде дененің судағы батқан бөлігінің көлемі. Сонда бізде қараймыз. Ро дененің тығыздығы қандай болады? Бұл жерде дененің тығыздығы бізде 900 болады. 900 көбейтемін оны. В деп отқанымыз ол бізде көлем тұра береді дененің толық көлеміне, ал В дене деп отқанымыз ол бізде 0,9 В. Енді нерде бұмен В қатады. Сонда 900-ді 0,9-ға бөлетін болсақ, ол бізде 1000 килограмм бөлінген метр куб. Жалпы 1000 килограмм бөлінген метр куб деген ол бізде білесіздер су. Енді қараңыздар, мен бұл жерде дененің тығыздығын қалай таптым? Дененің тығыздығы ең бірінші былай ғой, нақты. Дененің тығыздығы ол дененің массасын дененің көлеміне бөлгенге тең болады, нақты айтқан кезде. Дененің массасын қалай анықтаймыз? Ауадағы салмағы 4/5. Енді қараңыздар, осы ауадағы 4/5-ті біз 10-ға бөлетін болсақ, онда дененің бізде массасы шығады. Дененің массасы 0,45 килограмм. Ал дененің көлемі жаңа біз білеміз, 500 мл, ол бізде 500 көбейту 10-6 дәрежесі.
Енді осы жерге қойса қараңыздар, 0,45-ті бөлемін 500 көбейту 10-ның минус 6-ға, ол менде осыны есептейтін болсам, нақты, ол менде 900 килограмм бөлінген метр куб шығады. Яғни дененің тығыздығын біз осылай таптық. Ал мынау В деп отқанымыз ол дененің толыққанды көлемі. Ал В дене деп отқанымыз дененің суға батқан бөлігінің көлемі. Осыны есептесек, осылай шықты бізде. Ол тығыздығы 1000 деген сөз, оны білеміз, су екен. Келесі. Судың қандай тереңдігінде қысым атмосфералық қысымнан 2 есе үлкен болады дейді. Енді қараңыздар, оны қалай табамыз? П тең болады бізде ρ G H. Енді осы жерден біз H табуымыз керек. Ол бізде П бөлінген ρ G болады. Біздегі П деп отқанымыз ол атмосфералық қысым 2 есе жоғары болу керек судың қандай да бір тереңдігінде. Яғни судың қандай да бір тереңдігінде атмосфералық қысым 2 есе жоғары болу керек. Ол бізде P2 P0 жаңа есептің шарты бойынша ρ G. Енді қараңыздар, бізде 2 көбейтілген атмосфералық қысым ол 10-ның 5 дәрежесі. Ал ρ деп отқанымыз ол 10-ның 3 дәрежесі, G 10-ға тең болады. Енді осыны есептесек, 2 көбейтілген 10 деген сөз. Сонда 2-ні 10-ға көбейтетін болсақ, 20 метр болады. Сонда 20 метр тереңдікте судың қысымы атмосфералық қысымнан 2 есе жоғары болады. Келесі. Қатынас ыдыстарда сынап және су бар. Су бағанының биіктігі 68 метр. Сынап бірдей деңгейде болу үшін қатынас ыдыстардың сол жақ тармағына қандай биікке дейін керосин құю керек дейді. Енді қараңыздар, бұл жерде қалай жасаймыз? Ең бірінші соған ауайық. Енді бізде бұл жерде нақты П сумен қатынас ыдыстарда керосиннің қысымдары бір-біріне тең болу керек всегда. Сонда біздегі білеміз, сұйықтардың ыдыс түбіне түсіретін қысымы ол бірінші су үшін жасақ ρ су, G H судың биіктігі. Дәл солай керосин үшін жазамыз. ρ керосин, G H керосин болады. Бізде G мен G кетеді. Енді бізге именно керегі H керосиннің биіктігі. Оны осы жерден қорытатын болсақ, ρ су, H су бөлінген ρ керосин болады. Біздегі судың тығыздығы 10-ның 3 дәрежесі, ал H судың биіктігі ол бізде 0,68 метр. Дәл солай. Енді бізде ρ керосиндікі ол 800. Енді осыны есептеуіміз керек. Керосиннің биіктігі 0,85 метр. Яғни 0,85 метр биікке дейін керосин құю керек. Осымен менің БЖБ талдауым аяқталды. Егер БЖБ талдауың болса, каналға тіркел, лайк басып, қоңырау жасын басып қой. Осы БЖБ талдауды достарыңа тарат.